Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Керқұлатты Кендебай ертегісі. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Бағалау критерийі: мәтіннің мазмұнын түсінеді, сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Ең бірінші, тыңдалым кезіндегі тапсырмасына назар аударатын болсақ, мәтін мазмұнын зейін қойып тыңдап, мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Дескриптор мәтіннің мазмұнын түсінеді, сұрақтарға жауап береді, қорытындысын шығарады. Оқулықта берілген мәтінге назар аударатын болсақ, күндердің бір күнінде хан өзінің екі баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерін күзетіңдер, не болғанын өз көздерімен көріңдер дейді. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Мәтін бойынша сұрақтар: қара бие нешінші рет құлындайды? Ханның екі баласы не істейді? Бие қандай құлын туады? Кендебай не істейді? Хан екі баласынан не сұрайды? Ары қарай тыңдалым мәтінінде қолданылған зат есімдерді дәптеріңізге жазыңыздар. Келесі тапсырма: тыңдалымнан кейінгі тапсырма мәтіндегі нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған екі сұрақ дайындаңыз. Жазылым тапсырмасы: мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойыңызды білдіріңіз. Дескриптор мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіреді. Рефлексия: сабаққа кері байланыс. Жақсы түсінген үш мәселе, қиындық туғызған екі мәселе, туындаған бір сұрақ.